Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында дубайский шоколадның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Жасалу жолы өте оңай әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен шоколадты дайындап аламыз. Ертіп шоколадтың рецебі менің каналымда бар. Шоколадты дайындап қоямыз бірінші. Одан кейін катайфи тестасын алдын ала дайындап, қызып тұрған тапада сары майымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Катайфи тестасында менің каналымда бар. Алдыңғы видеода көрсеңіздер болады жасалу жолын. Енді барлығын жақсылап араластырып қуырамыз. Енді осы шоколадымызды формаларға құйып шығамыз. Бұл органикалық шоколад, пайдасы зор, құрамында қанты жоқ. Және де қанттың орнына бұл жерде бал қосылынған. Бал болмаса сироп, топинамбур қоссаңыздар болады. Шоколадтың рецебі осы YouTube каналда бар. Біз қуырып алдық. Енді фисташковый пастамен араластырып, шоколадтың бетіне орналастырып қоятын боламыз. Шоколадный пастаны кондитерлік дүкеннен алдым. Негізі үй жағдайында да жасап көруге болады. Осылайынан барлық шоколадтың бетіне орналастырамыз. Одан кейін бетіне құйып, қалған шоколадтарды. Одан кейін біз тоңазытқышқа салып дайындап алдық. Тоңазытқышқа 5-10 минут қойсаңыздар, тез арада қатып қалады. Өте дәмді, баршаңызға ас болсын.